Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай әп-әдемі кешкі асқа немесе түскі асқа керемет үйлесетін дымляма тағамын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: пияз, сәбіз, тұрып қажет болады. Және капуста, картопымызды осылай турап алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы турасаңыздар болады. Және де ет қажет болады. Ең алдымен қазанымызды отқа қоймас бұрын ішіне май құйып аламыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Еттің үстіне тұзымызды саламыз. Және де қызыл бұрыш, қара бұрышты салатын боламын. Оның үстіне пиязды салып алатын боламыз. Оның үстіне шым-шым тұз сеуіп, сәбізімізді саламыз. Оның үстіне де дәл солай қайталап тұзымызды саламыз. Және де тұрыбымызды салып аламыз. Және капустамызды осылай бір қабат етіп салып шығатын боламыз. Одан кейінгі слойға бізде картоп кететін болады. Картопымыздың барлығын салып, тұз бұрышын салатын боламыз. Және де капустаның үлкен бөліктерімен картоптың бетін осылай жауып шығатын боламыз. Бетін жауып, ең қатты отқа қоямыз. Бір бұрқылдап қайнағаннан кейін ең төменгі отта пісіретін боламыз. Менде 1,5 сағаттай пісті. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Енді ыдысымызға бірінші капустамызды алып, ең астына жайғастырып алатын боламыз. Осылай. Ал қалған бөлігін жақсылап араластырып шығамыз. Яғни дәмі бір-біріне сіңу үшін жақсылап араластырып шығатын боламыз. Негізі дымляма менің ең сүйікті тағамдарымның бірі. Оны қуырып та қажет емес, осылай бір-бірінің үстіне сала отырып, жай ғана отта пісіріп аласың, ал дәмі өте керемет болып шығады. Сондықтан да менің ең сүйікті тағамдарымның бірі. Енді жаңағы капустаның үстіне осы тағамымызды салып алатын боламыз. Етімен араластыра отырып, біркелкі етіп, жақсылап салып шығатын боламыз. Бетіне әсемдік үшін мен укроп пайдаланатын боламын. Ол міндетті емес. Міне біздің өте әдемі, дәмді болып шығатын дымляма тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.